Сәлем достар, сіздермен мен KZGame және бүгін біз мынандай мега ящиктерді ашатын боламыз. Міне 1, 2, 3, 4 мега ящикті ашатын боламыз достар. Ол үшін бізге қолдау керек. Так, бірінші не істейміз? Ең бірінші бравлермен ашып көрейік. Бір мега ящикті бір бравлермен ашып көреміз достар. Так, бұл менің бірінші видеом болғандықтан қолдау көрсетіп жіберсеңіздер болады. Ал бастайық. 1, 2, 3. Келесі аурумды жазып көрейік достар. Өйткені аурум кішкене жақсырақ деп ойлаймын достар. Ал енді ең соңғы алған бравлерімді алайық. Ол менде Спраут пен тағы бір мега ящикті ашайық. Давайте 69-ын ашайық. 1, 2, 3. Көзімді жуам. Жоқ. Түспеді достар. Неге? Түспеді достар. Аурумды алып тастайық. Достар. Емді көрейік. Кімді алсақ? Жарайды. Ол маңызды емес. Ең бастысы соңғы мега ящик қалды достар. Сәттілік. Гаджет түсуі мүмкін, өйткені гаджетте не бар? Ол көзім жұмам. Достар! Міне мифик. Лего болмаса да мифик. Жақсы ғой достар. Ештен кетпейді. Келесі большой ящиктерді ашып көретін боламыз. Достар, большой ящиктен ешнәрсе түспесін анық. Болды, басқа большой ящик қалмапты достар. Осы менің бірінші видеом. Сәттілік болып бір бравлер түсіріп алдым. Рахмет достар барлықтарыңызға. Енді бұған пассивка жинаймыз достар. Джинға пассивка жинайым ба, әлде Спраутқа ма? Қайсына жинасам болады? Спраутта 5 сила. Жарайды, Джинға жинай салайық достар. Джин кішкене Спрауттан қарағанда мықтылау деп ойлаймын достар. Сіздердің ойларыңызша қалай? Келесі видеода көріскенше достар. Сау болыңыздар. Қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Мен келесі видеоларда тағы да басқа видеолар шығады достар. Сау болыңыздар.